1975'sin көктемей, есіңде ме ағалардың тәуекелде кеткені? Бос жатқан бір айдала, үй салынып айнала, осы жолы бір талай нәл көктеді. Жинап сонша білгір маман адамды, оразалы аға нақ-нақ басып қадамды. Шашулары шашылып, бір ұжымшары ашылып, жаңа дария іргетасы қаланды. Қара қалпақ, орыс қазақ қырғызды, ынтымақпен бір отауға кіргізді. Жинап елдің баласын, ашып білім саласын, орталықтан үлкен мектеп тұрғызды. Еңбек етті қанша ұл мен қанша қыз, не бітірдік демеңіздер сонша біз. Оған куә еліме, қызмет еткен жеріме, кірпіш зауыт инкубатор мұншамыз. Бой көтеріп, пошта дүкен кеңсеміз, таңқаласыз мәдениет үйін көрсеңіз. Таңдап алған жастардан Рүстем аға басқарған, ән жыр тыңдап көтерілді-ау еңсеміз. Ауылымыз 50 жасқа толыпты, қарт пен жастар сағынысып жолықты. Бүгін қосқан бастарын сол кездегі жастарың, міне қазір зейнеткерде болыпты. Көптен бері жүргеннен соң ойымда, жаза салдым ақындық жоқ бойымда. Жинап елдің ағасын, көтерейік бағасын, ауылымыздың 50 жылдық тойында. Жинап елдің ағасын, көтерейік бағасын, ауылымыздың 50 жылдық тойында. Ел таниды Сайлы байдай көкені, ұлы Мәжит Сапарбеков екенін. Шын жүрекпен толғана сөзін жазғаны сол бала, орындаған қарт қожақтың бекені. Шын жүрекпен толғана сөзін жазған сол бала, орындаған қарт қожақтың бекені.